Сәлем сұлу қыздар, Әсе Шебер каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі төрт бұрышты, яғни квадратный мотив тоқып үйренетін боламыз. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, жаңа шығатын видеоларды алғашқы болып көретін боласыздар. Осы квадрат мотивтан мен көктем мезгіліне кардиган тоқыдым, өте әдемі болып шықты. Енді осы төрт бұрышты мотивтан плед тоқуға кірістім. Осы квадратты тоқуға маған 5 түрлі жіп қажет болды. Ол қызыл, ақ, салатный, розовый және жасыл түсті. Сәйкес келіп тұрған крючок 2,5 мм. Және қайшы қажет болады. Жіптің құрамы менде 45% акрил, 55% хлопок, яғни мақта. Ал 100 грамында 330 метр. Осындай төрт бұрышты бөлік. Ортасы міне ақ түстен басталған, қызыл, розовый, жасыл және салатный түспен тоқылады. Ал ең соңында ақ түспен тоқып шығамыз. Осы бөлікті тоқу үшін 4 воздушная петля тоқып аламыз. Воздушная петля тоқылу жолы менің каналымда бар, сілтемесін видеоның астына қалдыратын боламын. 4 воздушная петля тоқып алдым. Енді ең бірінші воздушная петляға міне тұрған осыған мен крючогымды енгізіп, жұмыс жібін осы крючокпен жаңадан жұмыс жібін іліп петлядан шығарамыз және крючоктағы петлядан шығарамыз. Сонда біздің тоқымамыз мынандай дөңгелекше болып қалады. Осы дөңгелекшеден бастап біз қазір 4 жапырақ тоқимыз. Алдымен 3 воздушная петля подъема және накид жасап, бір столбик с одним накидом тоқимыз. Міне крючогымызға накид жасап, дөңгелекшенше енгізіп, жұмыс жібін іліп алып шығамыз. 3 петля болады. Осы 3 петляны жаңадан жұмыс жібін іліп, ең алдымен екеуін шығарамыз және тағы да екеуін шығарамыз. Осылайша бізде бір столбик с одним накидом тоқылды. Столбик с одним накидом тоқу менің каналымда бар, сілтемесін видеоның астына қалдырамын. Тағы да накид жасап, дөңгелекшенің ішіне крючогымызды енгізіп, жұмыс жібін іліп алып шығамыз. 3 накид болды петля. Енді жаңадан жұмыс жібін іліп екеуін шығарамыз және тағы да жаңадан жұмыс жібін іліп тағы шығарамыз. Сонда екінші столбик с одним накидом тоқылды. Бізде қазір санағанымызда мынау петля подъемы 3 воздушная петля, ол да бір столбикке саналып тұрады. Оның жанында 2 столбик с одним накидом тоқылды. Барлығы 3 болып саналып тұрған соң, енді біз 3 воздушная петля тоқып аламыз. 1, 2, 3. 3 воздушная петля тоқып алған соң, тағы да накид жасап, дәл осы дөңгелекшеге тағы да 3 столбик с одним накидом тоқимыз. Үш столбик с одним накидом тоқып алған соң, 3 воздушная петля тоқимыз. Содан соң қайтадан осы дөңгелекшенің ішіне біз тағы да 3 столбик с одним накидом тоқимыз. 1, 2 және 3. 3 столбик с одним накидом тоқып алып, тағы да 3 воздушная петля және қайтадан осы жерге міне бізде 1, 2, 3 жапырақшамыз. Енді 4-ші жапырақшаны да тоқу үшін 3 столбик с одним накидом тоқимыз. Осы дөңгелекшенің ішіне крючогымызды енгізіп, осылай 3 столбик с одним накидом тоқып аламыз. Осыны тоқып болған соң, бізде мына жерде орын бар, осы жерге 3 воздушная петля тоқимыз. Содан соң ең алғашқы тоқылған 3 воздушная петля подъеманың ең біріншісіне соединительный столбик, яғни крючогымызды енгізіп, жұмыс жібін іліп алып шығамыз және осыны тағы петлямыздан да шығарамыз. Сонда бізде осындай 4 жапырақты гүл болды. Келесі, мынау бізден жұмыс жібімізден келе жатқан кішкентай жіпті, қысқа жіпті қайшымен қиып тастасақ болады. Енді ол бізге қажет емес. Қысқа жіпті қиып, міне қойып қоямыз. Ал
крючогымызға, қазір жібімізге біз қызыл жіпті жалғайтын боламыз. Қызыл жіпті жалғау үшін сол қолымызға жұмыс жібін ақтың орнына қызылды алып, және бір рет воздушный петля тоқитын қылып, крючогымызға енгізіп, жаңа жұмыс жібін іліп алып шығамыз. Біз қызыл жіпті алып шығамыз. Ал мынау ақ жіпті, ақ жұмыс жібін тартсақ, біздің петлямыз осылай жабылады. Содан соң мынау жұмыс жібі қызыл болып қалатын болғандықтан ақ жұмыс жібін қиямыз. Ол бізге қазір қажет емес. Енді екі жіптің де қысқа ұштарын екі байлап қоямыз. Сонда тоқымамыз сөгіліп кетіп жүрмейді. Не бір. Екі. Осылай байлап қойған соң, қазір бұл жіптерді тоқыман соңында жасыратын боламыз. Қызыл жібімізді жалғап болған соң, 3 воздушный петля тоқимыз. Ол петля подъема болып саналады. 3 воздушный петля тоқып алған соң, накид жасап, міне осы ашық тұрған бұрышқа, мына жердегі осы жерге 3 столбик с одним накидом тоқимыз. Содан соң 3 воздушный петля тоқыманы бұрамыз. Дәл осы жерге қайтадан 3 столбик с одним накидом тоқып аламыз. Осылай болады. Және келесі ашық тұрған мынау воздушный петляларға тағы да накид жасап, 3 столбик с одним накидом тоқимыз. Тағы да 3 воздушный петля, және тағы да накид жасап, дәл осы жерге тағы 3 столбик с одним накидом тоқимыз. Байқағандарыңыздай, бізде воздушный петля тоқыған жерлеріміз бұрыш болып келе жатыр. Яғни гүлдеріміздің мынау бұрыштары 4 бұрышты мотив болғандықтан, міне 4 бұрышты квадратный болғандықтан, осы жерде әрқайсысында бұрыштары бар. Осы бұрыштарды шығарып жатырмыз қазір. Келесі бөліктеріне де дәл осылайша қайталап шығамыз. 3 столбик с одним накидом, 3 воздушный петля және 3 столбик с одним накидом. Келесі осының қасындағыға да дәл соны қайталайтын боламыз. Сонда бізде 4 бұрышы да бірдей болып шығады. Ең соңына келгенде біз 2 столбик с одним накидом тоқимыз. Өйткені ең бірінші қызыл жіпті тоқығанымызда біз 3 воздушный петля тоқыған болатынбыз. Ол бізде петля подъема, яғни 1 столбик с одним накидымды алмастырып тұрады. Осы жерге соединительный столбик тоқимыз. Міне, сонда біздің тоқымамыз жабылады. Осылайша 4 бұрышты жапырақтары қызыл болып әдемі тоқылды. Келесі қатарды біз розовый түстен тоқимыз. Оны да жұмыс жібіне орнына осы жіпті пайдаланамыз. Қызыл түсті жіпті жай қоя саламыз. Қазір розовый мен қызылды жалғап болған соң, қызыл түсті жіпті қиямыз. Міне воздушный петля ретінде розовый жіптен тоқимын. Осылайша. Енді қызыл жіпті тартамын астыңғы жағынан. Сонда біздің тоқымамыз білінбей қызыл түсті жіп розовый түспен жалғасып кетті. Осы жерден қазір 3 воздушный петля подъема тоқимын. 3 воздушный петля тоқып алған соң, бұл бізде 1 столбик с одним накидымды алмастырып тұр. Яғни осы жерге накид жасап, енді міне ашық тұрған ортаға, 2 столбиктің ортасындағы орынға 2 столбик с одним накидом тоқимын. Біреу, екеу. Міне, екеу болды. Ал
мынау петля подъеманы санағанда, 3 воздушный петляны санағанда менде 3 столбик болып тұр. Келесі, мынау бұрышқа, міне осы жерге қазір мен 3 столбик с одним накидом. Міне 3 столбик с одним накидом тоқып аламын. Және тағы да 3 воздушная петля тоқимын. 3 столбиктан кейін 3 воздушная петля. Және тағы осы жерге 3 столбик с одним накидом тоқимын. Осылай гүлдің бұрышы пайда болды. Келесі, міне екі бөліктің ортасында орын бар. Осы жерге де мен 3 столбик с одним накидом тоқитын боламын. Накид іліп крючогыма. 1, 2, 3. Осыдан соң, мынау келесі бұрышқа келдік. Осы жерге де 3 столбик с одним накидом. Және 3 воздушная петля. Тағы да осы жерге 3 столбик с одним накидом тоқимын. Осылайша біздің гүліміздің бұрыштары шығып жатыр. Сіздерге көрсететін нәрсе, мынау қызыл жіпті біз қимай кетіппіз. Осыны қайшымен қиып, мынау розовый жіп екеуін байлайтын боламыз, біріктіріп. 2 рет байласақ жеткілікті. Сосын артық жіптерді тоқыманың арасына жасыратын боламыз. Міне осылай болды. Қазір тоқымамызды алып, енді келесі міне 3 столбикпен мынау 3 столбиктің ортасында орын бар. Осы жерге де тағы 3 столбик с одним накидом тоқимыз. Осылай енгіземіз. Крючогымызды жұмыс жібін іліп, дәл осы жерге 3 столбик с одним накидом тоқитын боламыз. 3 столбиктан кейін және накид жасап, мынау бұрышқа тағы да 3 столбик с одним накидом тоқимыз. Содан соң енді бұрышты шығарамыз. Ол үшін тағы 3 воздушная петля. Және осы ашық тұрған жерге тағы 3 столбик с одним накидом. Міне байқағандарыңыздай осылай болып шығады. Тек бұрыштарда ғана столбик воздушная петля тоқылады. Келесі ең соңында дәл осылай қатардың соңына дейін тоқимыз. Қатардың соңына келгенде міне 3 столбик с одним накидом және мына жақта 3 столбик. Біріншісі ғана бізде 3 воздушная петля. Осының ең жоғарысындағы тағы да соединительный столбик тоқимыз. Крючогымызды енгізіп, жұмыс жібін іліп ап шығамыз. Осы жұмыс жібін крючокта петлядан да шығарамыз. Міне бізде сонда жалғанады тоқымамыз және осылай 4 бұрышты болып шығады. Қазір біз келесі жібіміз жасыл түсті жіпті жалғайтын боламыз. Жасыл түсті жіпті қолыма аламын. Жұмыс жібін ретінде іліп, енді розовый түсті жіпті жай ғана артында қойдым. Қазір оны да қиып тастаймыз артығын. Сондықтан жасыл жіпімізді крючогыма іліп алып шығамын. Және мына розовый жіпті астыңғы жағынан тартатын болам. Солайша бізде жасыл жіп болып қалды. Ал розовый жіпті қиып қойсақ болады. Жіпті қиып болған соң, мынау жасыл жібімізбен розовый жібімізді байлаймыз. Екеуара. Тоқымамызды ары қарай жалғастырамыз. 3 воздушная петля тоқып. Міне, 3 воздушная петлядан кейін бұл жерге еш нәрсе тоқымай, келесі міне 2 ортасына 3 столбик с одним накидом тоқимыз. Үш столбик с одним накидом тоқып алған соң, мынау ашық тұрған бұрышқа осы жерге де бұрыш шығарамыз. Ол үшін 3 столбик с одним накидом.
3 воздушная петля және тағы накид жасап, осы жерге 3 столбик с одним накидом тоқимыз. Содан соң мынау екі ортасында міне орын бар, 3 столбиктің орталарында. Осы жерге тағы да столбик с накидом үшеуін тоқимыз. Келесі ашық тұрған жеріне екі ортасында орын бар, осы жерге де 3 столбиктің арасына осылай тағы 3 столбик с одним накидом тоқимыз. Енді мынау бұрышқа келдік. Бұрышқа келгенде тағы да 3 столбик с одним накидом. 3 воздушная петля. Және тағы осы жерге 3 столбик с одним накидом тоқимыз. Тоқманың бір жақ бетін тоқып алдым. Сіздерге түсінікті болу үшін міне 3 столбик с одним накидом, 3 воздушная петля, 3 столбик с одним накидом. Ал розовыйлардың қарасаңыздар 3 столбиктардың арасында орын бар. Осы жерлерге мен тағы 3 столбик с одним накидом тоқып шықтым. Бұрышқа келгенде қайтадан 3 столбик с одним накидом, 3 воздушная петля, 3 столбик с одним накидом. Оны бір орынға ғана тоқыдым. Келесі бұрылып тоқымамызды дәл осылай бірінші істегендеріміздей осы 3 жақтың бәріне қайталап шығамыз. Соңына жетіп жатқанда қатардың ең соңғы тоқитын жерімізге біз 3 воздушный петля тоқып қойғанбыз. Ол бізде 1 столбик с одним накидымды алмастырып тұр. Енді осы жерге тек 2 столбик с одним накидом тоқимыз. Ал үшіншімен жалғаймыз. Міне тоқымамызды. Үшінші воздушный петлялардың ең үлкеніне бірінші биікте тұрғаны соған жалғап тоқымамызды соединительный столбикпен жауамыз. Міне сонда бізден тоқымамыз жабылады. Қарап отқандарыңыздай, қазір бізде жасыл жіптің несі аяқталды қатары. Енді салатный түсті жіппен тоқитын боламын. Оны жалғап алып, ал жасыл жіпті тағы қиямыз. Ол үшін мен қолыма жұмыс жібі ретінде салатный түсті алдым, ал жасыл жіпті тартып, осы жерден жұмыс жібі ретінде жасыл жіпті пайдаланып, оны ілемін крючогыма. Енді жасыл жіпті тартамын. Осы жерден қиып тоқымамызды екі жіпті байлаймыз. Екеуін байлап алып, енді осы салатный цветпен 3 воздушная петля, енді ол подъема 1 столбик с одним накидымды алмастырып тұр. Осы жерге накид жасап, міне ашық тұрған екі ортаға 2 столбик с одним накидом тоқып аламыз. Сонда менде қазір 3 столбик болып саналады. Келесі ашық тұрған екі ортаға міне үшеуін тоқып, сосын ортада ашық және үшеуін тоққан жерге міне ортасына тағы да накид жасап 3 столбик с одним накидом тоқимын. Содан соң бұрышына келгенде тағы да қайталаймын. Осы 3 столбик с одним накидом, 3 воздушная петля, тағы да 3 столбик с одним накидом тоқитын болам. Сонда бізде тағы бұрыш пайда болады. Бұрыш болып пайда болды. Енді менің көрсеткендегімдей осылай әрқайсысына тоқып шығып, бұрыштарға мынандай бұрыш сияқты жасап шығамыз. Қатардың соңында соединительный столбик тоқып, 3 воздушный петляға жалғаймыз. Жұмыс жібін іліп ап шығамыз. Осыны петлямыздан да шығарамыз. Не осылай бізде жалғанды және салатный түстен осындай квадрат болып шықты. Қазір біз
ақ жіпті түспен тағы да бір рет тоқимыз. Ол үшін жұмыс жібіне ақ жіпті ілдім. Ал салатный түсті жіпті қазір тағы да накид петля тоқып, міне бір воздушный петля жасап, крючогымызды енді салатный түсті жіпті тартамыз тоқымамыздың аст жағынан және қайшымен қиямыз. Ал ақ жіппен салатный түсті қиған жібімізді екеуін байлап қоямыз. Ақ түсті жіпті жалғап болған соң 3 воздушный петля подъема және мынау келесі тұрған 3 столбик және 3 столбиктің ортасындағы орынға осы жерге біз 3 столбик с одним накидом тоқимыз. Міне осылай. Келесі тағы да ашық тұрған жерге 3 столбик с одним накидом және мынау бұрышына келеміз. Содан соң бұрышқа қайтадан 3 столбик с одним накидом және 3 воздушная петля. Тағы осы жерге міне 3 столбик с одним накидом. Сонда бізде осындай бұрыш болып шығады. Ал қалғанын жаңағыдай мен көрсеткендей жалғастырып кете береміз. Яғни осындай столбиктардың арасындағы ашық жерлерге әрқайсысына 3 столбик с одним накидом тоқып шығамыз. Ал бұрышына келгенде мынау сияқты 3 столбик, 3 воздушная петля, 3 столбик тоқимыз. Осылайша біз қатарымызды айналдыра келіп, түк төртбұрыштың айналдыра осы жерге дейін тоқимыз. Мына жерде біз ең алғашқы тоқыған 3 воздушная петлямыз ол 1 столбикке саналады. Яғни біз осы жерге 2 столбик с одним накидом тоқимыз. Біреу, екеу. Міне осылайша. Енді осыны бірінші столбикпен біріктіру үшін воздушная петляның ішіне жұмыс жібін крючокпен енгізіп алып шығамын және оны петлямыздан да шығарамын. Міне осылайша бізде тоқымамыз жалғанды. Соңғы қатар тоқылып болған соң жіпті қиып қиямыз. Тоқымамызды тартып осылай. Беткі жағы осындай болды. Қазір астыңғы жағында мына жіптердің бәрін жасырып қоятын боламыз. Барлығы өзара байланып тұр. Ешқандай сөгіліп кетпейді. Тек крючоктың көмегімен тоқымамыздың арасына, яғни осындай столбиктердің арасынан жіпті өткізіп, крючоктың көмегімен алып шығарамыз. Осы жерден шыққан соң екі жіпті ұстап тұрып қисақ, міне жібіміз көрінбейді. Осылай біз бірінші жіпті түйінді байлап жасырып қойдық. Келесі тағы да мынау екі жасыл мен салатный түсті жіпті дәл солай тағы да жасырып қоятын боламыз. Крючоктың арасынан өткіземіз, тоқыманың арасынан. Міне осылай өткіздік. Енді екі жіпті де қиямыз. Осылайша қалған мынау жіптерді де жасырып шығу керек. Мынау жіпті де жасыру керекпіз. Ол үшін тоқыманың арасын өткізіп, бұны біз байламадық, енді түйіндеп байлап қоямыз. Міне тоқыманың арасынан өткізіп, артығын жасырып қоятын боламыз. Біздің тоқымамыз дайын болды. Енді осыны қалған бөліктермен де біріктіріп, плет тоқитын боламын. Осыған плетті жалғау үшін міне екі бөлікті өзара қалай тігісін білдіртпей, қалай қосып шығу керекен көрсететін боламын. Және сіздер осыны тоқымас бұрын, бір арасын жалғамас бұрын, сіздер үтікпенен қыздырып, жай ғана бетінен осылай тигізбей, тоқымаға тигізбей, жай ыстық үтіктің
парымен ғана жайлап жүріп өтсеңіздер, тоқымамыз кішкене тегістеліп, жалғауға да ыңғайлы болады. Осыны сіздерге қазір мен ақ жіппен тоқудың орнына салатный түсті жіптен тоқып көрсететін боламын. Өйткені видеода ақ түсті жіп дұрыс көрінбей, сіздерге түсініксіз болып қалмасын деп салатный түспенен тоқып көрсетемін. Ол үшін мына екі бөлікті бастамасында осындай бұрыштарда 3 воздушный петля тоқылған, соның ең ортасындағы петляларына міне жартысынан, мына петляның да жартысынан ғана алып, әр бөліктің, яғни міне әр петляның өрілгеннің мен бүкілін былай алмай тоқығанда тек бір бөліктерінен ғана тоқып өтемін. Міне бір бөлік, екінші бөлік, осылай әр бөліктерінен ғана тоқып өтетін боламын. Солай олар өзара тоқылып тұрады. Ол үшін бөліктерімізді алып, алдымен екі бөлікті қосамын. Бір төртбұрышты мен екінші төртбұрыштың, міне бір төртбұрыштыны көрсетсем, 3 воздушный петля, 1, 2, 3, осының ортасындағы воздушный петляға және екінші тоқымамның 1, 2, 3, оның ортасында тұрған мына воздушный петляның жартысынан ғана крючогымыз енгіземін. Менде екі петля крючокқа енді осы жерге міне тоқыма жібімді алып қолыма. Сіздер ақ түспен жалғасаңыздар болады. Мен сіздерге көрінсін деп жасыл түспен көрсетіп жатырмын. Яғни салатный цветпен былай біреуін шығарамын және петлядан екіншісін шығаратын боламын. Осылай екеуінен шығарып біріктіремін. Келесі петля міне қасында келе жатқан тоқымамның мына бетіндегі бөліктен және мына төртбұрыштыдан екеуінің жартысынан енгізіп крючогымды. Сосын жұмыс жібін іліп, осы 3 петлядан шығарамын. Міне 1, 2, 3. Сонда менде мынандай өрілгендей болып тоқылады. Келесі тағы да мына төртбұрышты мен екінші төртбұрыштың петляларын жалғап, осы жаңа жұмыс жібін крючогыма іліп, 3 петлясынан да шығарамын. Олар өзара осылай жалғанып тоқылып кетеді. Тағы да мына петлядан аламын жартысын, екіншісін осы бөліктен алам. Екеуін жаңадан крючокқа жіп іліп, міне біреуінен, екіншісінен және үшіншісінен шығарам. Сонда өрілгендей болып жалғанып кете береді. Осылайша қатардың соңына дейін осы әдіспен жалғап шығамыз. Өзара екі бөлік алдымен осылай жалғанды. Міне басынан аяғына дейін тоқып шықтым. Қазір келесі бөлікті, яғни осы екі бөлікті де жалғайтын боламын. Ол үшін біз мынау 3 воздушный петляның ортасындағы және мына бетте де 3 воздушный петляның ортасындағыға дейін тоқып келдім. Ары қарай мынау бөліктің, үшінші бөліктің тағы да 3 воздушный петляның ортасындағы петляның жартысынан және де мынау төртінші бөліктің 3 воздушный петлясының ортасынан крючогымды енгіземін. Крючокты енгізіп, жұмыс жібін астыңғы жағымен алып өтіп, жұмыс жібін осыдан да және мына кусоктан да шығарамын. Міне осылай болады жібімізді тартқанда. Олар да жалғанды. Енді өзара екеуін тағы да жалғап шығам. Міне қарама қарсы беттегі бөліктен және мынау бөліктен де жартысын
крючогымызға енгізіп, міне жаңадан жұмыс жібін үшеуінен де алып шығамын. Тағы да қайталайтын болсақ, біреу, екеу. Осылайша әр петлямен жалғап шығу керекпіз. Петлялардың бәрі саналған болғандықтан, бізде санаулы петляларымыз өз орнына түседі. Ешқандай басқа бөлек, біреу артық, біреу кем болып қалмайды. Бұрыш-бұрышына барлығы сай келіп тұру керек. Өйткені біз барлығын санап тоқыдық. Көрсететін болсам, міне бір қатардың бойында барлығын қосып шықтым. Енді осылайда қосып шығу керек. Сонда бізде бүтін бір бұйым болып шығады. Сіздерге барлығы түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Менің сұрақтарыңыз болса, менің видеомның астына қалдырсаңыздар болады. Мен барынша жауап беруге тырысамын. Міне қыздар, біз мынау бұрышқа келгенде осы ортаға, ол жерде тоқымамызды әр петляның мына жартысынан және екінші жартысынан алып, крючогымызды жаңадан жұмыс жібін іліп шығарамыз. Және тағы да осы бұрышқа жеткенше солай тоқып, осы жерден қазір ортадан қалай өту керек екенін көрсететін боламын. Жұмыс жібін іліп алып шығып, осылай тоқылды. Енді мынау бұрышқа келгенде ортадағы тоқыманы осылай үсті жағымен өтіп кетеміз. Ол үшін мына қарама-қарсы беттегі бөлікке және оның қарама-қарсы беттегі бөлігі осы жерге крючогымды енгізіп, тоқымамды тоқып өтемін. Осылай ортасы әдемі болып жабылады. Келесі петляларды біріктіріп, тоқып кете беремін. Сонда мынау қатардың соңына дейін осылай біріктіріп шығамын. Міне қыздар, тоқымам аяқталды. Бөліктерді өзара жалғап тоқып шықтым. Енді болашақта осы әдемі плед болып шығатын болады. Міне теріс жағы, ал мынау оң жағы. Қарағандарыңыздар өте әдемі болып шықты. Осыны мен сіздерге салатный цветтен көрсеткен себебім мына жіпті тоқыған кезде видеода анық дұрыс көрінсін деп. Ал негізінде мен оны ақ жіппен жалғайтын боламын өзара. Сонда тоқымам әдемі, ақ фонда осындай жасыл, қызыл гүлдер түскендей болып тұрады. Осымен тоқымамыз аяқталды. Болашақта бұл үлкен әдемі плед болады. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, менің каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел, барлықтарыңызға сәттілік.